Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Тағы да күндеріңіз сәтті болсын деген тілек айтып, біз келесі эфирімізді бастаймыз. Жаңа біз 2 сағат бұрын талантты жас актер Ғалым Оспановпен эфирға шығып, қызықты әңгімелер және бір әдемі әндерді де тыңдаған болатынбыз. Ал қазіргі қонақ тіптен ерекше, өздеріңізге өте жақсы таныс актриса және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, телевизиядағы бағдарламалардағы рөлдері арқылы, жүргізушілік қабілеті арқылы жақсы таныс біздің сүйікті актрисамыз Шынар Жеңісқызы. Шынар ханым қазір біздің эфирға қосылған сияқты. Мен сізге запрос жібердім. Егер қабылдасаңыз, эфирді бастай аламын. Біздің эфирға Данияр Есен, танымал тележурналист және балалар психологиясы зерттеуші, менің ағам деп қояйыншы, жерлесіміз Данияр аға кіріп өткен. Қайырлы кеш болсын аға. Жаңа маусымның басталуымен құттықтаймын сізді. Ал біз естеріңізге сала кетейін, Әуезов театр мен Алматыдағы белгілі театр, академиялық театр 10 күндік өткізіп жатырмыз. Қазір бәріміз театрды сағындық, рухани баюды сағындық. Өзіңізді көргеніме қуаныштымын, Шынар ханым. Саламатсыз ба? Мен де қуаныштымын. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жаңа сіздердің сұхбаттарыңызды көрдім. 2 сағат бұрын бүгін сізден сұхбат алған, Ғалым мырзадан сұхбат алған едік біз. Бүгін өзіңізбен кешкі жолығып отырмыз. Біз Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы, яғни Түркістан облысының жастарымен тікелей жұмыс жасаймыз. Қазір карантин кезінде бәріміз театрда рухани баюды сағындық қой. Сондықтан да осының аясында біз қазір 10 күндік өткізіп жатырмыз. Сол 10 күндіктің аясында өзіңізбен тікелей эфирға шығып, қызықты әңгімелермен, естеліктермен бөліссек деген ниетіміз болған. Келіскеніңізге, уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Рахмет. Қасиетті Түркістан өңіріне жалынды сәлем. Үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, барлығы. Өзіңіз карантинді қалай өткіздіңіз? Карантинде көбінде неге уақыт бөлдіңіз? Карантинде мен үйде болдық қой барлығымыз. Үйден шыққан жоқпыз. Үйдің тіршілігімен жаңағыдай үйде болдық. Күнделікті жаңағы көпшілік айтып жатыр ғой, карантин кезінде енді кітап оқуға көңіл бөлді, немесе шығармашылық адамдары бір пьеса жазды деген сияқты. Өзіңізде қандай жаңалық бар шығармашылығыңызда? Онда мен карантин кезінде бір кітап оқу керек деп жаңағы, енді кітапты карантин кезінде емес, жалпы былай да оқып тұрғанымыз жөн ғой. Менің бір ерекшелігі көбірек кинолар көрдім. Уақыт көп болды, енді әрине үйге, жанұяға көп көңіл бөлдік. Жаңағыдай қасында, бала шағам қасында, сондай. Үйде болдық, сол. Әңгімені мен сіздің жастық шағыңыздан бастағым келе отыр. Өзіңіздің оқуға түскен кезіңізден бастасақ. Мен енді 10-шы сыныпты бітіргеннен кейін, ол кезде 10-шы сыныпты бітіретін едік қой, 11 жоқ болатын. Содан кейін Алматыдағы АГТХ деп аталатын Темірбек Жүргенов атындағы театр және өнер институтына оқуға түстім. Менің ұстазым Рабиға Мұқаевна Қанубаева. Сол кісіде 4 жыл оқып, содан кейін жаңа театрға келдім. Енді жастық шағымыз біздің, әр адамның жастық шағы керемет қой. Біздің де жастық шағымыз өте жақсы өтіп жаңағыдай. Бала кезіңізде өзіңіз актриса болуды армандадыңыз ба, жоқ әлде
актриса болмасам басқа қандай мамандық иегері болар едім деп ойлайсыз? Жоқ, мен кішкентай кезімнен бірінші жаңа мектепке барған кезде бірінші ұстаздарға қарап ұстаз болғым келді. Бір 3-4 сыныпқа дейін. Содан кейін мынау әншілер шықты, керемет, біздің Роза апалар, Мақпал апаларымызға еліктеп әнші болсам ғой дедім. Одан кейін жаңа фильм деген журнал шықты. Содан кейін біздің телевизордан мынау қырғыз каналы көрсетіліп, сол жерде қырғыздың әдемі керемет фильмдер көрсетіле бастады. Қазақ каналы алмайтын ол кезде. Сөйтіп мен мынау Алматы облысы Ұйғыр ауданынанмын. Сол жерде анау Кегеннің ар жағында тек Ош телеканалы алатын. Сөйтіп жаңағы фильмдерді көріп, керемет фильмдерді көріп, Тәтті бөбеге қызығып, Сүйменқұлға, Әжібекова, Қыдыкеева деген мықты актрисалар болды ғой. Сол Қызыл алма деген фильмдерді көріп, Қараш бар, және де жаңағыдай Ұланы бар, Ана Жирана бар, енді керемет фильмдер, Ұрқия бар, соларды көріп, жоқ, мен актриса болам деп шештім. Сөйтіп Алматыға келдік. Театр актрисасы емес, одан бөлек мен бағанада айтып жатырмын, 7 күн арқылы халық көбірек таниды, және сериалдар арқылы, 77 күн арқылы жақсы таниды ғой. Одан бөлек сериалдар бар қазіргі кезде түсіп жатқан. Мына жерде бізге сұрақ келген екен, мен оқи кетсем, Данияр Есен танымал Қазақстан телеарнасының Таңшолпан бағдарламасының жүргізушісі. Сізге сұрақ қойып жатыр. Қазіргі қазақ сериалдарына көңілім толмайды. Актерлардың ойыны жасанды көрінеді. Сериалдар асығыс түсіріле ме, әлде расында да актерлар жасанды ойнай ма? Сіздің жеке субъективті пікіріңізді білгіміз келеді. Мен айтар едім, енді бәрі бірдей жаман деп айтуға болмайды сериалдардың. Мен де көремін сериалдарды, қандай бағытты екен, қандай жақсы сериалдар шығып жатыр деген сияқты. Енді әртүрлі деңгейде түсіріліп жатыр. Енді әркім өзінің мамандығының мықты иесі болу керек. Әркім өз мамандығын дұрыс таңдай білу керек. Егер талантты режиссер түсірсе, өзінің ісіне адал қарайтын, ол ешқашанда жаңағыдай төмен деңгейде түсірмейді, актерлық құрамға да өте тиянақтылықпен қарайды, көшеден алмайды деген сияқты. Енді қазір көп қой, қазір деген актерлар, актрисалар өте көп болғанда, жаңа оқығаны бар, оқымағаны бар, сондай. Енді сондай жағдайда жаңағыдай сапасы төмен сериалдар шығып жатады енді. Ол енді өтірік емес. Сондықтан енді канал басшылығы дейміз, жалпы жоғары жақтағы бәріне бір ұқыпты қарау керек қой. Ұқыпты қарау керек. Бұл деген біздің мәдениет, біздің айнамыз, ұлттың. Сондықтан өзіңіз режиссерларды таңдайсыз ба? Мысалы, кейбір актерлар бар, мен мына режиссермен жұмыс жасамаймын, ол кәсіби емес дейді, кейбір актерлар бар, режиссер таңдамайды, ол соның туындысы деп бөліп жатады. Сіз режиссерларды қалай таңдайсыз? Ұсынысты қалай қабылдайсыз? Мен режиссер кім деп сұраймын? Режиссер кім деп. Кейде бір жақсы режиссердің бір жақсы туындысын көрсем, соны өзім ойымда сақтап жүремін. Ой, мынандай бір жақсы режиссер шығыпты ғой, шіркін бұның фильміне түсуге болады деген сияқты. Сондай ұсыныстар түссе, мен қуана қабылдаймын. Тіпті сондай кездерде ешқандай жаңағы қарамаймын жақсы режиссердің, егер жақсы режиссердің ұсынысы түссе, мен қаламақысына да еш нәрсесіне қарамаймын. Өйткені аз жақсы режиссерлар, нағыз кино түсіретін режиссерлар өте аз енді. Ол рас. Ал жас режиссерларды айтып жатса, одан қандай фильм түсіріп еді, қай оқуды бітіріп еді, ол деп жаңадай сұраймын міндетті түрде, өйткені дәл міндетті түрде, өйткені соншама жиған абыройыңды бір сәтте төге салудан қорқамын. Таңдаймын, шын айтсам, таңдаймын. Мынандай кезеңдер болды ма? Енді актер кез келген рөлді сомдау керек деп айтып жатады, бірақ сіздің болмысыңызға, сіздің ережелеріңізге сай келмейтін рөлдерді қабылдамайтын кездер бола ма? Мен ол рөлді алмаймын, қанша берсе де деген сияқты, қанша төлесеңіздер де ол рөлді ойнамаймын дегендей болды ма? Түсіндім. Енді біз актермыз. Актер деген ол бесаспап болу керек. Бізге қандай рөл берілді, оны ойнауға біз міндеттіміз.
Бірақ кей кездері мынау режиссурасына жаңағыдай режиссердің ол шығарма туралы ойы мен менің ойым кереғар болып келеді. Кейде драматургке де ойым келіспей жатқан кезде мен ақырын ғана біз енді мен өзім тек қана жалпы режиссер қалай айтты, былай қалай қоям десе солай қояды, соған көну керек деген актрисалардың қатарында емеспін. Өзім сахнаға шығатын болғандықтан өзімнің жаңағы менің жалпы имиджім ол менің рөлдерім ғой, жасаған образдарым деген сияқты. Сондықтан мен оған өте ұқыпты қараймын да, айтамын жаңағыдай мына жеріне келіспеймін деген сияқты. Сөйтіп тіпті бас тартқан да рөлдерім болды, бар. Бағана Шынар Жеңісқызынан сұхбат алады дегенде, кеше өзіңізбен сөйлескеннен кейін мына сұрақты қойғым келді. Сізді әртүрлі қырыңыздан көреміз. Театрда да көреміз, кинода да көреміз, бағдарламада да деген сияқты. Соған энергияны қайдан аласыз? Және отбасыңызға да көңіл бөліп үлгересіз оның ортасында, иә? Соның барлығына уақытты қалай табуға болады? Жастармен өзіңіздің неңізді бөліссеңіз, кеңесіңізді. Ең бірінші, өзіңнің мамандығыңды дұрыс таңдай білу керек. Дұрыс таңдадың ба, енді саған Алла тағала өзі күш қуат береді. Денсаулық болған жағдайда, көңіл күйің орнықты болған жағдайда, үйіңде тыныштық, жаңағыдай жайлы болған жағдайда сен барлығына да үлгересің. Тіпті бәрі бір-біріне қабысып жатады. Мысалға мен жаңағы ішімде 2 қабат болып жүріп та, жаңа 77 күнімде жүрдім. Жаңада 2 қабат болып жүріп кинома да түсіп жаттым. Немесе балаларымның кішкентай кезінде гастрольдік сапарларда, түсірілім алаңдарында жүрдім. Ол кездерде маған көмектесетін жанұям, ата-анам, бауырларым деген сияқты. Сондықтан энергияны, мынау көңіл күйің жақсы болу керек. Мынау жұмысыңа махаббат болу керек. Солай. Әрине. Барлығына да таусылмасын деп тілек айтқым келеді, махаббат таусылмасын ешқашан. Мынандай кездер болды ма? Шынар ханым, театрда роль енді сағат 6:30 қойылым басталады, иә? Міндетті түрде. Сондай бір қойылымнан қалып кеткен, енді Алматының бір кептелісіне тұрып қалған сәттер болды ма, сондай қызықты кездер? Жоқ, мен жас күнімде ылғи жаңағыдай шошып оянатынмын, спектакльден қалып қалған сияқты, сондай бір болады екен сондай. Бірақ мен жұмысқа өте ерте келем, ойнайтын күні мен 3-тен бастап жұмыстамын, таңғы жаңағы 4-те бізде гримге отырғызу басталады, 6:30 спектакль, бірақ мен өте, айттым ғой жаңағыдай, өте құлыптымын сондай жұмысыма. Кешіккенді өзім ұнатпаймын, кешікпеймін. Бір жағдайлармен енді кейде аяқ астынан бір актер ауырып қалады деген сияқты, сондай бір жағдай болған. Менде спектакльге бір 18 минут қалғанда, мен ол кезде өте алыс тұрамын, сол Алматының ішінде, бірақ сонда мен аяқ астынан 18 минут қалған кезде маған хабарлайды, осылай, сіз ойнайсыз деп. Сонда мен сол кезде енді 6-дан жаңа кеткен кез кептеліс. Сонда мен осылай Алладан тіледім. Білесіз ба, мені сол жерде біз кептелісте бір 40 минутта, жарты сағатта жүретін кептелісте мен тура 6:30-да театрға кірдім. Ал спектакль басталғаннан кейін мен бір сахнаға бір 15 минуттан кейін шығуым керек болады. Мен үлгердім, киініп те, жиналып та, жаңағыдай мені Алла тағала өзі көмектесіп. Ол да бір театрға деген адалдықтың, театрға деген махаббаттың нәтижесі шығар ол да. Иә. Көмектесті маған Алла тағала. Өзіңіз бір жалқауланып жататын кездер болады ма? Осы шығармашылық адамдарында көбінде болады ғой, жаңағы рөлді шығара алмай, өзіне берілген кейіпкерді аша алмай деген сияқты. Сондай кезде болады, ондай да болады. Әрине болады. Шығармашылық адам болғаннан кейін, жалпы адам болғаннан кейін өмірде неше түрлі болады жағдайлар. Иә, сондайда шабытты қайдан аласыз? Қалай от бересіз өзіңізге?
ондайда ондайда Алладан тілеймін шын, ондайда өзімді өзім қайраймын, тұр орныңнан деп жаңағыдай. Енді рөлді дайындалған кезде біздер шығарылмай жатқан кездер де болады. Енді барлық рөліміз сәтті болып шықпайтыны белгілі ғой. Сондай кездерде енді қалай айтсам екен, бірақ мамандық деп қарап шығаруға тырысасыз ғой бәрібір. әрине. Мен енді мына шетелдік актерлардың жаңағы сұхбаттарын оқып жатқанда көбінде көрем, бір актерлар өзінің кейіпкеріне кіріп кетеді да, қайтадан шыға алмай қалып жатады. Сосын мен актрисамын, мен актерлмын деп өзін ақтап жатады. Соған деген сіздің көзқарасыңыз қандай? Сізге қатты әсер еткен сондай бір рөлдер бар ма? Жоқ, енді шыға алмай жату деген енді жалпы көп энергияны алатын, күш қуатты алатын рөлдер болады сондай. Ондай кездерде жаңағыдай бірден гриміңді шеше сап, үйге қарай жүгіре алмайсың. Мысалға, өзіңді басып, жаңағыдай өзіңе өзің келіп, сөйтіп бір жарты сағат енді сондай сөйтесің, енді рөлге отырамай, жаңағыдай өзіңді өзің жинап. Бұлай енді мен рөлден шыға алмай жүретін кездер болмайды, ол жоқ, ондай емес. Шынар Жеңіс қызының қалыптасуына және оның болмысының толысуына әсер еткен қандай рөл? Менің барлық рөлдерімнен, мен әр рөлімнен өзім сабақ алып келе жатырмын. Мен жаңағыдай керемет үлкен шығарма, классикалық шығармаларда ойнадым. Жақсы менің бағыма жақсы талантты режиссерлар, актерлар бірге жұмыс жасап келе жатырмыз. Менің әр рөлімді өзім жақсы көрем. Кинода болсын, театрда болсын, өзімнің жаңағы әрқайсысы бір жақсы көрем. Ренжіткім келмейді ешқайсысын. Егер мүмкіндік берілсе, әлемдік жұлдыздармен бір сахнада ойнауға, сіз кіммен партнер болуды қалар едіңіз? Әлемдік жұлдызбен ойнау мүмкіндік берілсе, мен Леонардо Ди Каприомен әрине, сосын Джулиана Мур деген керемет актриса бар, сонымен және орыстың Машковпен, Мироновпен, Толстогановамен, Чуриковамен әрине, сондай жұлдыздармен, жаңағы мықты деген актерлармен бірге жұмыс жасағым келеді. Рахмет, Шынар ханым. Сол күндер бұйырсын деп ойлаймын, себебі Әумин. неге түспеске, Голливудтың жұлдыздарын әкеп түсіріп жатыр ғой. Иә. Фильмдер, сондықтан тілектеспін. Сіздің де сол елдер түсіретін фильмге түсуіңізге тілектеспін. Біздің орталық енді тікелей жастардың ордасы болғаннан кейін сізден аға буын ретінде кеңес сұрағым келеді. Жасқа өзіңіз артқа қараған кезде мен осы дүниелерді істемей қалдым ау дейтін бір сәттер болатын шығар. Сондай қандай кеңес берер едіңіз жастарға, бір 3 нақты осы нәрселерге көңіл бөлу керек деп нені атар едіңіз? Еңбекқорлық керек, тіл үйрену керек. Тағы да, егер мен егер қазір қайтадан, мен ана күні ғана қызым айтып жатырмын, шіркін, мен қазір қайтадан студент болсам, мен 1 жыл өзімнің осы институтта оқитын едім да, мен тіл үйреніп шетелге барып оқып келетін едім. Мен тіпті болмағанда ВГИКте оқитын едім, Москвадағы, деп жаңағы айтып жатырмын ғой. Сол сияқты үлкен алдарына мақсат қойсын, және сол мақсатқа жаңағыдай соған жұмыс жасау керек. Және айтам, ешқандай мынау таза жолмен жүру керек, жүректі таза ұстап, сонда Алла тағала бәрін береді. Еңбекқорлық керек, тіл үйрену, алға қарай.
мына жақта бір әдемі тамаша деген жақсы бір пікірлер смайликтер жазып жатыр екен. Көп рахмет айтамын. Біздің эфирімізді Гүлзат Көбек танымал киносыншы қарап отыр екен. Гүлзат, сәлем Гүлзат. Тағы Гүлшат Туытова ханым отыр. Гүлшат кеше көрдім, сәлем. Өзіңіздің әріптестеріңіз. Менің сүйікті әріптестерім. Жаңа Шынар ханым айтып жатсыз ғой, қызым айтып жатырмын деп. Мен айтамын, қызыңыз, ұлыңыз ер жетіп қалды, иә. Олар да жастардың қатарында ғой. Оларды тәрбиесіне қай қасиеттерге көбірек назар аударасыз? Оларға нені үйретесіз? Өздеріңнің жаңағы мақсаттарыңа мықты болыңдар деймін. Жалпы айтам, адам қандай мақсатпен жаратылса, соған қабілетті дейді. Сондықтан биік мақсат қойыңдар деймін, адал болыңдар деймін. Ұлым Асфандияров атындағы жаңағы университетте оқиды, дәрігер болуға, міне биыл 4-ші курста. Оған айтам, адал бол, жаңағы Алладан кейінгі адамдардың бір қамқоршысы, өмірін жаңағы сеніп тапсыратын мамандықтың иесісің, ерекше балам. Адал бол, дүниеге қызықпа деймін. Қызыма да айтарым сол. Қызым қазір үлкен жаңағы университетке түсті, Астанадағы Назарбаев университетіне. Соны айтамын. Үйрен, тіл үйрен, таза жүр, адал жүр деймін. Өзіңе сен деймін, өзіңе ғана сен деймін жаңағы. Театр майталманы ретінде қазіргі жастардың осы театр өнеріне деген қызығушылығын қалай бағалайсыз? Жас актерлардың шеберлігін қалай бағалайсыз? Жақсы бағалаймын. Әркім әртүрлі, мысалға, қазіргі келіп жатқан жастардың дәл қазіргі осы соңғы, осы 2 жылда келген, осы 1 жыл бұрын келген жастар қазір бізбен бірге, бәріміз бірге Абайдың қара сөзі деген спектакль дайындап жатырмыз. Жұлдызбек Жұманбай режиссері. Сол жерде кішкентай жаңа қыздар бар, өзімнің қызым сияқты, кішкентай 20-дан жаңа асқан, 20-дағы. Сондай үлкен жүректері лүпілдеп еңбек етіп жатыр. Ізденіп жүр, сұрайды келіп, мына жері бұлай, қалай мына жерін көмектесіңізші, бұлай оқысам, мына жерін түсінбей тұрмын деп. Мен де кезінде 96 жыл осы еңлік кебекті алған кезде мен де сөйтіп қатты қиналған болатынмын. Сөйтіп Зәмзагүл Шәріпова деген өте үлкен актриса, мықты актриса, менің жақсы көретін апайым болған, қазақтың мықты аяулы актрисасы, соған келіп, сол кісіден көмек сұрап, сөйтіп жүріп жаңағы ақырын аяққа тұрдық қой. Олар да сөйтіп келді, енді оларға көмек керек, жақсы режиссура керек, жақсы драматургияда ойнаса, әрқайсысына көңіл бөліп таланттарға, солар ашылса екен деген тілегім бар менің. Жақсы, қазір балалар да, қазіргі жастар ақылды, өте ақылды, біледі қалай жаңағы. Сондықтан мен оларға өзіме не тілесем, соны тілеймін. Мынау актердің мамандығы деген ол өле-өлгенше сен өзіңді өзің қамшылау, еңбекқорлық, бір роль алғанда сен ол қанша болса, 60-та бол, 70-те бол, мейлі қаншама тәжірибең болсаң да, қаншама сен халық әртісі болсаң да, мысалға сен жалаңаштанып қаласың да, сен нөлден бастайсың жаңа образ жасау деген. Сондықтан еңбекқорлық керек оларға, білім керек, сол жас актерларға айтсын. Жалпы біздің көрермендердің, қазіргі аудиторияның деңгейі қандай? Мысалы, соңында еңбекпен қойылып жатқан қойылымдардың мәнін түсінетіндей көрермен бар ма? Бар, жоқ деп айтуға болмайды. Енді деңгейді қалыптастыратын бір жағынан өзіміз. Сондықтан да сахнаға қалай болса солай, қандай да болсын шығармалар шықпау керек деп ойлаймын мен. Жақсы, көрерменге ой салатын, жақсы дүниелер, классикалық дүниелер, адамды тәрбиелейтін, сондай дүниелерді алып шықсақ, біз мейлі 10 адам отырсын залда. Ол түсініп кетеді. Ал енді жай күлкіге қойылған дүниелер, ол жеңіл желпі, оларға мен қарсымын, шынымды айтсам.
кино да енді бір кітап сияқты, бір мектеп сияқты ғой, әр кинодан бір ой түюге болады. Жастардың жалынын көтеру үшін, олардың жаңа өзіңіз айтқандай мақсатқа жетуге деген қайсарлығына ықпал етеді дейтіндей, қандай үш киноны ерекше атар едіңіз, көруге кеңес берер едіңіз? Жастардың жалынын көтеретін. Иә, мотивациялық фильмдер болсын. Біздің қазақ фильмнен ғой, иә? Біздің қазақ фильмнен. Шетелдік болса да болады, жалпы оқырмандар. Шетелдік киноларды айтсаңыз да болады. Мотивация беретін. Енді кинолар көп қой. Мен өзімнің сүйікті киноларым бар. Өзім көре берем, қайта-қайта көретін жақсы кинолары бар. Мен мысалға қандай киноларды айтайын? Мысалға Ресейдің киноларын жақсы көрем мен. Енді өзімнің жаңағы сүйікті актрисаларым, актерларым ойнағаннан кейін жақсы көрем ғой. Мысалға Гурченконың ойнаған фильмдерін жақсы көрем. Оның көруге болады, әрқайсысы мықты классикалық дүние. Жаңағы қазір қазақшасы 20 лет без войны деген де кино. Енді көп Гурченконың түскен киноларды көрсеңіз де болады. Өзімнің жаңағы Чурикова ойнайтын қазақ фильмдегі өзіміздің киноларымыз жақсы. Қыз жібегіміз, қожамыз, ана туралы аңыз бар деген сияқты. Енді сіз айтып отырған кинолардың барлығы Кеңес одағында түсірілген кинолар. Иә. Жылдардағы деген сияқты. Бұл деген қазіргі кинематографияға Шынар Жеңісқызының көңіл толмайды деген сөз ба? Қалай қабылдасақ болады? Неге? Мен қазіргі киноларды да көремін, бірақ енді білмеймін, мен өзім неге екен, енді сол фильмдер мені тартады, соларды көргенді жақсы көремін. Кино өнерінің дамуын қалай бағалайсыз? Қай режиссерларды, жас режиссерларды атар едіңіз ерекше? Жақсы режиссерлар бар қазір. Жақсы біздің жаңа классик режиссерларымыз Болат Қалымбетов, Сатыбалды Нарымбетов, Ермек аға Тұрсыновтар, Дамир Манабай сияқты үлкен режиссерларымыз бар. Олардың ізін басып келе жатқан біздің қандай тамаша режиссерлар бар. Қанағат бар, Мұстафин, Данияр бар, Саламат. Енді жақсы нағыз кино тілінде түсіріп жүрген, түсіре алатын Асқар бар, Жұзабаев, жалпы сондай режиссерлар бар бізде, жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ енді қазір бір сондай толқын кетті. Киномыз құнсыз, қалай дейді, қазір жеңіл-желпі біз түсіріп жатамыз да, соның бәрін кино дейміз біз. Ол халыққа ұнайды, жеңіл-желпі түсірілген кинолар жаңағы ұнайды да, жалпы киноның тілі деген болады. Егер болашақ актер болғысы келетіндер соны түсініп, жаңағы іздену керек, көру керек. Менде қап-қараңғы болып қалды, сізде ше, Қарашаш? Міне. Өте жақсы көрсетіп. Сонда, сол қазір енді көп қой, кино көп түсіріліп жатыр. Кино деп аталып жатқан өкінішті әрине. Мына карантин кезінде жалпы сол кино болсын, түсірілім саласының көпшілігі тоқтап қалды. Қазір қандай жаңалықтар бар? Қазір ұсыныстар түсіп жатыр ма өзіңізге кино түсіруге, киноға түсуге, жаңа рөлдер кетіп жатыр? Иә, мен қазір енді мына карантинға байланысты тоқтап тұр. Ұсыныс бар, иә, бір рөлге дайындалып жүрмін. Енді қазір сериалдардан ұсыныс көп түседі, шыны керек, өте көп түседі. Бірақ мен қазір өзімді тежеп, жаңа кезінде хабар арнасындағы біраз хабарларды жүргіздім ғой. Сонда өзімді тоқтаттым бір күні. Жоқ дедім, бұның бәрі уақытша, Шынар. Енді өзіңді үлкен киноға дайындауың керек. Бетіңді күнде көрсете бермей болды. Бетті сақтау керек үлкен киноға деген сияқты. Сөйтіп, біраз уақыт жаңағы
бағдарламалар жүргізбедім. Әлі де жүргізбеймін. Содан кейін сериалдар басталды. Сериалдарға көп түстім. Өте жаңағы біраз сериалдарға түстім. Жақсы сериалдарға түстім. Мысалы, Абзалжан деген қандай керемет сериал. Немесе Қанағат Мүсірген сериалдары өте сапалы. Мысалға, ал енді комедиялық та болды сериалым, жаңа ситком, Айналайын, мынау Қош келдіңіз. Бәрі де енді жаман емес, халық көреді, халық ризашылығын жазып жатыр. Иә, жақсы, иә. Енді бәрібір өзімнің түйсігіммен білемін, сеземін. Мынау Талан сияқты, көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба, үлкен фильм, көркем фильм, және мынау сондай бір 10 шақты көркем фильмім бар, қазақи оқиғадан бастап. Нағыз кино сол екенін жақсы түсінемін, және сондай нағыз киноға түсу керек екендігімді де жақсы түсінемін да. Сондықтан мен өзімді қазір сериалдардан жаңағы тежеп жүрмін, бара беремін. Оның үстіне үлкен рөлге айта бер. Әрине, онда жай ғана маған қашан үлкен рөл беріледі екен деп күтіп жүру емес, өзіңді өзің дайындау, киноларды көру, және оқу, мынау керемет, мықты деген актерлар бар ғой, жаңа өзім атап кеткен, жаңағы шетелдің болсын, жаңағы Ди Каприолар болсын, солардың зерттеймін мен. Жаңағы Мироновтарды, бұлардың сиқыры қай жерінде, немесе Гурченконың киносын қайта көремін да, бұлар неге өміршең, бұлардың магниті қайда. Сөйтіп өзіңді өзің дайын жүруің керексің. Ертең саған үлкен рөлге жаңағы шақырған кезде сен сынақтан сүрінбей өтіп алып шығуың керексің, сол фильмге түсуің керекпін деп. Мен қазір күнделікті мен көп итальян киноларын көрем, анау Феллинидан бастап, француздарды көрем, грузинді көрем, қырғызды көрем, өзімізді көрем, орысты көрем, жалпы ескі мықты деген киноларды көрем. Өзімнің рухани достарым бар, маған менің творчеством, менің шығармашылығыма жаны ашитын аға әпкелерім бар. Солар мен ақылдасамын, солармен жаңағы сөйлескенім, сөйтіп өзім дайын жүремін. Үлкен фильмдерге. Өзіңіз оймен түсіріп жүрген бір рөл бар ма? Осы рөл арқылы Шынардың бір жаңаша образын қалыптастырғым келеді дейтін қандай образ бар ойыңызда? Енді кімді сипаттап, ендігіде кімнің қандай образда ойнағыңыз келеді? Енді енді басы бар, аяғы бар, толыққан бір жақсы, мықты, бір жазылған әйел тағдырын сомдағым келеді. Жақсы режиссер шіркін қойса, жақсы драматургиямен, жаңаға жақсы сценариймен. Қазір өте аз бізде, әйел тақырыбы өте аз жазылады шынымен. Сондықтан қазіргі мынау тіпті қазір енді бізде мені қынжылтатын, өмір бақи қынжылтады. Соғыс тақырыбы ғой. Соғыс тақырыбы, ол баяғыдағы да соғыс, ол адамзат
сіз деп айтыңыздаршы. Жаңа қатып қалдың, Қарашаш. Иә, мен де қосылдық қой деймін, иә, мен естіп Енді отырсыз ба деп қайталап сұрап отырмын ғой. Иә. Естіліп тұр, иә, қазір? Қазір естіліп тұр, иә. Аха, жаңа айтасыз ғой, әйелдің образын шығарғым келеді деп. Мен жаңа Гүлзат ханым кірді, сол кісіден сұрап едім, кинотанушы ретінде бір сұрақ. Сізден актриса ретінде сұрағым келеді мен. Бізде қазақ кино өнерінде жалпы әйел образдарының көпшілігі жаңағыдай қиындық көрген ананың бір тағдырлы ананың образдары сияқты. Дәл қазір қазақ әйелі мынандай болу керек дейтін бір образ бар ма қазір? Барлық қазақ қызы дәл осы кино арқылы өздерін қалыптастырсын, осы образ арқылы өздерін қалыптастырсын дейтіндей киномыз бар ма? Қай образды атар едіңіз өзіңіз? Дәл қазір енді мүмкін Айша образы, соғыс кезіндегі жаңағы берілмей Ай мен Айша, мүмкін Домалақ ана, біздің әлиямызда, мәншүгімізді бәрі де үлгі ғой. Сондықтан қазір енді барлық жерде жүрген әйел үйге де, әйел түзде де, әйел кейбір ер азаматтардың айта алмай жүрген қоғамға байланысты жалпы сөзін әйел азаматтар айтып жатыр. Сондықтан әйелдің жазылу керек ондай шығарма, меніңше. Жазылу керек. Тағы да жазылу керек дейсіз ғой, иә. Тағы да әрине жазылу керек. Сондықтан күтеміз енді. Иә, сондай образбен өзіңізді көрейік экраннан бұйыртса. Сонымен сізді тағы бір қырыңыз дубляж өнерімен де жақсы білеміз, иә. Бірнеше кейіпкерлерді дыбыстадыңыз. Қазіргі Қазақстандағы дубляжда қаншалықты? Дубляж мамандары меніңше кез келген дауысына сенетін адамдар барып, қазір бір дыбыстай беретін сияқты. Оны жоқ әлде дубляж жасайтын адамдарға қатаң бір комиссия болады ма негізі? Мен оны білмеймін, шынымды айтсам, мен жаңа айтып жатырсыз, мен онша көп жасаған жоқпын. Бір 4-5 көркем фильмде болдым. Бір 2 ғана басты рөлді, 3 па 4 па жаңа дыбыстадым. Жалпы мен осы саладан алыспын. Өзім ойнаған фильмдерді ғана дыбыстаймын. Жалпы оған да үлкен қабілет керек. Ол дауыс деген оған үлкен жаңағы сараптама керек дейміз ба? Дубляжға келетін микрофонный голос деген болады, микрофонный дауыс. Білмеймін, мен өзім анда-санда өзіміздің жаңағы сериалдарды көрген кезде, жаңа түріктің бір сериалын көрдім, Сұлтан Сүлейман деген, содан кейін тағы қайсыны, баяғыда Мың бір түнді көргенмін бастан аяғына дейін. Иә, Сұлтан Сүлейман. Мен қосылдым ба? Мен даусым. Шықты. Иә, қосылдым. Маған сол көрген сериалдарым сол екеуін ғана көрдім. Жалпы мен онша көрмеймін біздің сериалдарды, білмеймін екенмін жаңағы. Үнді сериалдарын, түрік сериалдарын, сол 2 ғана сериалды көрдім. Жақсы, маған ұнады. Ол жақтан алыспын енді, шынымды айтсам, білмейді екенмін. Шынар ханым, біздің эфирімізде өз мәресіне таяп қалған екен, бірақ актердан енді барлық өнер жиналған сияқты, мысалы ән айтып қана қоя салса, жаңағы композитор тек әнін ғана жазып қоя салса, ақын өзінің өлеңін ғана оқыса, ал актриса, актерлар сол бір өнердің барлығын бойына сіңіріп тұратын сияқты меніңше. Сондықтан өзіңізден мен соңында әңгіме соңында қонақ кәне сұрағым келеді. Өлең оқысақ, ән айтсақ. Онда өлең оқып берейін. Жүрегіңді сақта, жүрегімді сақта. Бұлалағай шақта, бұлағай шақта. Түнге керек жүрек, күнге керек жүрек.
саған құнсыз болса, гүлге керек жүрек. Жүрегіңді жебе, жүрегімді жебе, өзің сүймеген соң, өзге сүймес деме. Жүрегіңді қорға, жүрегімді қорға, соғып жүр ол зорға, соғатындай сорға. Жүрегіңді тыңда, шақырмашы құзға, батырмашы мұңға. Жүрегіме рахым, жүрегіңе рахым, жүрек деген сұлу, жүрек деген ақын. Жүрегімді сақта, я тәңірім көз бер, жүрек көзі жоққа. Ерлан Жүністің сондай бір әдемі өлеңі. Деген әдемі. Көп рахмет сіздің өнеріңізді тамашалағаныңызға. Қазір театрға бір қол жетпесе де, бірақ жаңа маусым ашқан кезде ойлаймын, театрға рұқсат береді деп, және біз барып көреміз. Әрине, бұл өтпелі кезең. Бұл енді қазір қиын кезеңде тұрмыз, бұның бәрі өтеді. Алла тағала енді бізге мейіріммен қарасын, мейірімі шексіз ғой Алланың. Сондықтан да сол күндерге аман есен жетейік. Сіздерге үлкен рахмет. Көңіл бөліп біздің театрымызға, біздермен сұхбаттасып, халықтың алдына шығарып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Амандықта болыңыздар, аман жүрегіңіз. Күз келген сайын жаңа маусымның ашылуын күтетін едік. Әлі де сондай бір тебіренсе, бұл тікелей эфирлер соның алғы шарттары деп қабылдаңыздар. Көп рахмет, өзіңізге саулық, шығармашылық табыстар тілейміз. Алдағы уақытта да әдемі образдарыңызбен, жаңа өзіңіз айтқандай, өзіңіз армандағандай кейіпкерлеріңізбен таныла беріңіз деген тілек айтамын. Көп рахмет. Құрметті қонақтар, біздің көрермендерге естеріне сала кетейін, бүгін бізде эфирде болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрдың актрисасы және кино арқылы да өте сіздерге таныс сүйікті актрисамыз Шынар Жеңісқызы. Сізге көп рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет.